Сәлем оқушылар, бүгін біз 3-ші сыныптың 4-ші бөлімін бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын каналымызға тіркеліп, кетіңіздер, каналымызды 1000 оқырманға дейін көбейтейік, просмотрды көбейтейік. Келесі тақырыбымыз судың адам өмірінде қажеттілігі. 3 таңбалы санның разрядтарына қара, көбейтудің қалай орындалғанын түсіндір. 140 көбейту 2 тең 14 көбейту 10 көбейту 2. 14 көбейту 2 көбейту 10, 280. 14 ондықты 2-ге көбейтсек, 28 ондық болады дейді. Ал қарайық. 140-ты 2 рет көбейтсек, яғни 140-ты 140-қа 2 рет қоссақ, ол деп отырғанымыз 140 14 пен 10-ның көбейтіндісі, яғни 10 деп отырғанымыз ондық деген сөз, оған 2-ні көбейтеді. Сонда ал 14 пен мына жерде 10 мен 2-ның орнын ауыстырсаң, көбейтіндінің орнын ауыстырсаң, көбейткіштің мәні өзгермейді. Дәл сол заңдылықты пайдаланып тұр. 14 ондықты 2-ге көбейтсек, 28 ондық. Келесі бөлуді қалай орындалған түсіндір дейді. Мен қазір олардың барлығын есеп шығару барысында түсіндіріп кететін боламын. Жақсы. Келесі. Баған түрінде жазылып түсіндіре отырып есепте дейді. Ал жақсы, дұрыстығын тексер. 230 көбейту 3. 230 көбейту 3. 0-ді 3-ке көбейтсек 0. 3-ке көбейтсек 9. 2-ні 3-ке көбейтсек 6. Яғни 600-дік 9 ондық 0 бірлік бар деген сөз. Келесі. 420 көбейту 2. 420 көбейту 2. 0-ге 2-ні көбейтсек 0. 2-ге 2-ні көбейтсек 4. 4-ге 2-ні көбейтсек 8. 800-дік 4 ондық 0 бірлік. Келесі. 690 бөлемін 3-ке. Алдымен 100-діктен бастаймыз. 6-ны 3-ке бөлеміз 2. Келесі 9-ды 3-ке бөлеміз 3. 0-ді 3-ке бөлеміз 0. Енді 230-ды 3-ке бөлсек 690. Бізде қалдық қалмайды. 480 бөлу 2. 480 бөлу 2. Так, 4-ді 2-ке бөлсек 2. 8-ді 2-ке бөлсек 4. 0-ді 2-ке бөлсек 0. Демек 240 болады екен. Келесі. Өрнектерді баған түрінде жазып оларды есепте 550 бөлу 5. Алғашқысын көрсетейін, ары қарай жауаптарын жазып кететін боламын. 550 Қараңыздар, 550-ді 5-ке бөлсек, 5-ті 5-ке бөлеміз 1-ден келеді, 5 бірім 5, және тексеру үшін 5-тен 5 азайтамыз 0. Келесі, 5-ті түсіреміз, 5-ті 5-ке бөлеміз 1, 5 бірім 5, тексереміз 0 шығады, демек бізде қалдық 0. Сонда бізде жауабы, 0-ді соңда жауабына белгілейміз. Сонда бізде 110 шығады екен. Ал енді жауаптарын белгілеп кетейін. Біріншісінде 110. Так, балдар қарайық. Біріншісінде 550-ді 5-ке бөлсек 110 болады. Екіншісі 120-ны 3-ке көбейтсек 360 болады. 260-ды 2-ке бөлсек 130 болады. 120-ны 2-ке бөлсек 240. 420-ны 2-ке бөлсек 210. 480 бөлу 4 бізде 120 болады. Келесі 320 бөлу көбейту 3 960 болады. Келесі 210 көбейту 4 840. 840 бөлу 2 420 болады. Келесі 330 бөлу 3 110 болады. 110 көбейту 3 330 болады. Так, 130 көбейту 2 260. Келесі есеп теңдеулерді шеш, теңдеулер түбірін өз суретімен жазып, үлкен су қоймасын анықта дейді. Так, 160 қосу y тең 310 көбейту 2 дейді.
Мына есепті қарасақ, бізде y деп отырамыз белгісіз шама, иә? Осы белгісіз шаманы табуымыз керек. Бұны табу үшін біз 160 қосу y деп алғашқы теңдіктің сол жағын дәл сол күйінде жазамыз. 310 көбейту 2 деген мына оң жағындағы амалды орындаймыз. Екеуін көбейтетін болсақ, бізде 620 шығады. Енді бізде қарапайым теңдеу шықты, иә? Енді осыдан y-ді табу үшін 160-қа қандай санды қосқан кезде 620 болады? Ол үшін 620-ды 160 азайтамыз, сонда бізде жауабы 460 шығады екен. Келесі. Бұл бізде Көксарайдың су қоймасы үлкендігі 460. Келесі. 797 азайту y-тегі 340 көбейту 2. 797 азайту y-ті сол күйінде жазамыз, бірінші теңдеудегі сияқты. 340-қа 2-ні көбейтеміз, 680. Y тең, енді осы жерде 797-ден қандай санды азайтқан кезде 680 болады. Ол үшін 797-ден 680 азайтамыз. Сонда бізде жауабы 117 болады екен. Келесі, бұл Сергеевтікі. Енді Қаратомардікін табу үшін біз дәл сол күйінде жаңа бірінші теңдіктің сол жағын жазып аламыз, және оң жағындағы амалды орындаймыз. Сосын x-ке қандай санға 18-ді қосқан кезде 110 шығады. 110-нан 18 азайтамыз, 92, жауабы 92. Келесі, 192 азайту x-тен 440 бөлу 4. Дәл жаңағындай сол жағын сол күйінде жазамыз мына жақты, және оң жағындағы бөлу амалын орындаймыз. Сонда бізде жауабы 110. Енді 192-ден қандай санды азайтқан кезде 110 болады. Ол үшін біз 192-ден 110-ды азайтамыз, сонда 82 шығады екен. Ең үлкені бізде бұл Көксарай екен, Көксарай су қоймасы. Так, балалар, бізде 6-шы тапсырма кестені пайдаланып тура теңдік және теңсіздікті құрастыр дейді. 640 бөлу 3 тең 210. 960 азайту 640 тең 310. 320-ны 2-ке көбейтсек 640 болады. 347 қосу 403 тең 750. Енді оң жағындағысын есептейміз. 210 көбейту 3 630. 185 қосу 775 тең 960. 810 азайту 600 тең 210. 960 бөлу 3 тең 320. Енді балдар, біз мына жерде тапсырма бойынша теңдік пен теңсіздіктер құрастырамыз. 630-ды 3-ке бөлсек, бізде 210 шықты. 810-ды 810-нан 600 азайтсақ 210 шықты. Демек, бірінші теңдігіміз тура теңдік болады. Келесі екінші амалымыз 960 азайту 640 бізде 310 болып еді, ал 960 бөлу 3 320. Демек, оң жағы үлкен. Келесі 320 көбейту 3 бұл бізде 2 көбейту 640 болады, ал 210 көбейту 3 бұл бізде 630 болады. Демек, сол жағы үлкен. 1 литр ыдыстың 5-тен 1 бөлігі 6 литр су дейді. Ал енді осындай 3 ыдысқа барлығы қанша литр су сияды дейді. Яғни, мынаның 1 литрі мына жері 6-ға тең. Мынау да 6-ға тең, мынау да 6-ға тең, мынау да 6-ға тең, мынау да 6-ға тең. Неше бөлігі бар? 5 бөлігі бар. Мына бір ыдыстың қанша литр екен табу үшін біз әр бөлігін қанша бөлігі бар? 5 бөлігі бар ма? Сол 5 бөлігін каждыйның литріне көбейтеміз. Сонда 6-ны 5-ке көбейтсек 30. Мына бір ыдыстың өзі 30 литр. Дәл сондай бізде 3 ыдыс бар. Сол үшін біз 3-ке көбейтеміз, 90 шығады. Жауабы барлығы 90 литр су сияды. Так, балалар, бізде келесі 8-ші тапсырма. Сырымның есептеуді қалай орындағанын қара дейді. 18 көбейту 45, бұл бізде 18-ді 2 санның көбейтіндісі және 45-ті тоже 2 санның көбейтіндісі қылып алған. Яғни 18 2 мен 9-дың көбейтіндісі. Ал 45 бұл 5 пен 9-дың көбейтіндісі. Енді қараймыз. Көбейткіштердің орындарын ауыстырғанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді, дұрыс? Енді біз бір жақшамызды 10-ға келтіріп алуымыз керек та. Сонда 2 5 10, ал 81 қандай санды 10-дыққа, 100-дікке, 1000-дыққа көбейткен кезде қанша 0 бар, сонша 0 қасына қосылады. Демек 81 1 0 бар, қасына 1 0-ді қойсақ 810 шығады. Бізде келесі дәл осындай қылып шығаруымыз қажет. 25 көбейту 24. 25-ті біз 5 пен 5-тің көбейтіндісі деп алдық, ал 24-ті 12 көбейту 2 деп алдық. Енді 5 пен 2-ні көбейтіп, 5 пен 12-ні көбейтуге болады, солай ма? Енді қараңдар, 5 2 10, бір бөлігін 10-ға келтіріп алдым ба? Келтіріп алдым. Ал 12 мен 5-ті көбейтсек 60, 10-ға 60-ты көбейтсек 600 шығады екен. Дәл сондай қазір келесін шығаратын боламыз. Қараңыздар,
35 көбейту 18 дейді. Енді біз дәл жаңағындай 35-ті 7 мен 5-тің көбейтіндісі, 18-ді 2 мен 9-дың көбейтіндісі деп аламыз. Мына көбейткіштердің орындарын ауыстырып, 5 пен 2-ні бір жақ жағы, 7 мен 9-ды бір жақ жағы қоямыз. Сонда 5 2 10, ал 7 9 63. 10-ға 63-ті көбейтсек, қасына 0-ді тіркей қоямыз. Сонда 630 болады. Келесі есеп 14 пен 35-тің көбейтіндісі, 14-ті 7 мен 2-ні көбейтіндісі, ал 35-ті 5 пен 7-ні көбейтіндісі деп алдық. Енді қараңыздар, 5 пен 2-ні бір жақшаға, 7 мен 7-ні бір жақшаға қоямыз. Сонда 2 5 10, ал 7-ге 7-ні көбейтсек 49 болады. Сонда бізде жауабы 49 бен 10-ды көбейтсек 490 шығады екен. Жазып аламыз. Ал жақсы балалар, келесі бізде тапсырма есептерді шығар. Мына мәтінде есептерді шығаруымыз керек. Мұнда мен А, Ә, Б тобының есептерін шығарып қойдым. А тобының есебін қарайық. Мектептегі бастауыш сыныптарға 19 литрлік ыдыстағы судың 5-еуі дейді. Демек, барлығы 95 литр су алып келінді. Келесі, жоғарғы сыныптарға 8 дейді. Демек, 19 литрден 8 су. Барлығы 152 литр болады. Енді қараңдар, жоғарғы сыныптарға да, бастауыш сыныптарға да барлығы қанша салып келінді дейді. 152-ке 95-ті қосамыз, сонда 247 литр болады. Жауабы барлығы 247 литр. Ә тобының есебі. Алияның анасы үйіне бір айда 19 литрлік ыдыстағы суға 4 рет тапсырыс береді екен. Сонда қараңдар, 19 литрлік суды 4 рет тапсырыс берсе, барлығы 76 литр болады. Келесі, ал Мақсаттың анасы 6 рет тапсырыс берді. Демек, 19 6-ға көбейтсек 114 болады. Ал енді қараңдар, Алияның мамасы, міне, Алиянкі 76 деген. Мақсаттың мамасына қарағанда қанша литр кем қолданады? Ол үшін біз үлкені Мақсаттікі болып тұр ғой. 114-тен 76-ны азайтамыз, 38. Демек, Алияның анасы 38 литр аз қолданады екен. Жауабы 38 литр. Келесі, ересек адам тәулігіне 2 литр су ішеді. Ал 4 адамнан тұратын тәулігінде болғанда, бұлар бір күнде, мысалы 4 адамнан тұратын отбасы бір күнде 8 литр су ішеді екен. Әр қайсысы 2 литрден су ішсе, онда 4-те 2 көбейтеміз. Сонда қараңдар, бір айда 30 күн болғандықтан 8-ді 30-ға көбейтеміз, сонда 240 болады. Келесі, 6 адамнан тұратын отбасы бір күнде 12 литр су ішеді, ал бір айда 160 литр су ішеді. Ал 8 адамнан тұратын отбасы бір күнде 16 литр су ішеді, ал бір айда 480 литр су ішеді екен. Келесі есепке қарайық, балдар. Баған түрінде жаз және есепте дұрыстығын тексер дейді. Қараңыздар, 410 көбейту 2 баған түрінде есептейтін болсақ, 0 2 0, 2 1 2, 4 2 8, сонда 820 шықты. Келесі, 110 көбейту 7 болады. 0 көбейту 7 0, 1 көбейту 7 7, және 1 көбейту 7 7, жауабы 770. Келесі, 660 бөлу 6, 6-ға бөлеміз 1, 6 1 6, 0, және 6-ны түсіреміз, 6-ны 6-ға бөлеміз, тағы да 1, 6 1 6 тексереміз, және азайтқан кезде 0. Бізде қалдық 0. Келесі, 820-ны 2-ге бөлсек 410 шығып тұр, және 990-ды 9-ға бөлсек 310, ал 330-ды 3-ге бөлсек көбейтсек 990 болып тұр. Осымен сабағымыз аяқталды. Каналымызға тіркеліп кетіңіздер.